Хазіретті Әбу Бәкір пайғамбарымызбен көп уақыттан бері дос, қашан көрсе шынайы көңілден шұрқырасатын. Хазіретті Әбу Бәкірдің сырт көзге бірден байқалатын ерекшелігі жахилияның надандарынан аулақтығы, рухының күштілігі, асқан ақылдылығы әрі жайдарлығы еді. Ең бастысы ол мүшріктік салттарға жирене қарайтын, сауда-саттықта адалдығымен сол өңірде аты шыққан. Онысымен де қарап қалмай Құрайыштың көп мәселелерінде қазылық жасап, дау-дамайдың әділ шешілуіне үлес қосатын. Тағы бір ерекшелігі Құрайыштың түп шежіресін, тарихын, өткен-кеткен жақсылығы, жаманды, ақиқатты анық білетін. Расулла әлі де ашық үндеуге кіріспегенді. Дегенмен ұзын құлақ тыныш жатсын ба? Азды-көпті болған жайды естіп үлгерген Әбу Бәкірдің Йемен сапарынан жаңа келген беті болатын. Әбу Жахил бастан Уқба ибн Әбу Муайт қостап Құрайыштың құзырлы қариялары оған сәлем бермекке келді. Амандық саулықтан соң Әзіретті Әбу Бәкір: мен жоқта нендей оқиғалар болды, ел аман, жыр тыныш па, айта отырыңдар деді. Ақсақалдар: ей Әбу Бәкір, ел ішінде бүлік шықты, мұндай сұмдықты кім естіген бұрын соңды деп орағытып әкеп, әлгі Әбу Тәліп ақсақалдың қолында өскен жетімек Мұхаммед деген бар емес пе? Сол өзін пайғамбарымын деп жариялаған көрінеді. Біз ұзын құлақтан естіп, жағамызды ұстап, не де болса сенің кеудеңді тосайық дедік. Әйтпесе шыдас берерлік оқиға ма осы? Досыңа өзің барып мән-жайды анықтап, ақылға шақырмасаң болмас. Әзіретті Әбу Бәкір айтылғандарды мұқият тыңдап болған соң, кезек күттірместен Әзіретті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үйін бетке алды. Уа достым, пайғамбарымның дегенің қауымыңнан бөлініп ата-бабаңның дініне қарсы шыққаның рас па деп сұрады. Ардақты пайғамбарымыз: құлым, тайдай тебіз кішкентайынан бірге өскен досы Әбу Бәкірдің айтқандарын күлімсірей отырып тыңдады да: Әбу Бәкір, аңсақ емес, естігендеріңнің бәрі дәп солай. Мен саған және жалпы адамзатқа жіберілген Алланың елшісімін. Халқымды бір Аллаға сенуге шақырамын. Сен де куәлік айт, иманға кел деді. Әзіретті Әбу Бәкірдің көңілі алабұртып, санасын сан сұраулар шырмап, аласапыран күйге енді. Бұл сөздерді бала күнінен асыр салып бірге өскен, жанындай сүйетін, өмір жалғанда ойнап та болса шындыққа қайшы сөз айтпаған Мұхаммед Әминнің өз аузынан естіген ол сол мезетте күмән келтірместен: әшһәду алла илаха иллаллах ва әшһәду анна Мұхаммадан абдуху ва расулух деп калимаға тілін келтіріп мұсылман болды. Әзіретті Әбу Бәкірді ислам ақиқаттарына шақырғанда титтей де наразылық көрсетпеуін Расулла ылғи да былайша еске алған: Әбу Бәкірден басқалардың бәрі иманға кел дегенімде сәл де болса күмән келтіріп, кібіртіктеп қалған еді. Ал ол болса еш ойланбастан менің сөзімді қабыл етті. Ардақты досының мүминдер қатарынан орын алуы Хазіретті Мұхаммедке қанат бітіргендей. Айша анамыздың бұл жайт турасында былай дегені бар: Алланың нәбиін Хазіретті Әбу Бәкірдің мұсылман болуынан артық шаттандырған оқиғаға куә болған емеспін. Исламға мойынсұнған Әзіретті Әбу Бәкірдің бұған дейін көрген, әрдайым есінен шықпай жүрген бір түсі де өңіне айналды. Ол түстінде толық сыған бір айдың Меккеге барынша нұрын төккенін, сосын жайлап бірнеше бөлікке бөлініп үйді-үйге таралғанын, ең соңында қайта жиналып көз шағылыстыратын сәуленің өз үйіне енгенін көргенді. Бұл түсін сол кездегі Тәурат, Інжілден мол хабары бар оқымыстыларға жортқанда бәрі-бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай. Көптен күтілген соңғы пайғамбардың Меккеден шығатынын, Әбу Бәкірдің соның ізінен еріп бақыттылар сапында орын алатынын айтқан. Әзіретті Әбу Бәкір мұсылмандықты қабылдағанын ашық айтудан да жасқанбайды. Әрине күтпеген оқиға Құрайшықтардың қабырғасын қайыстырғандай әсер етті. Олар қанша бай бала салғанмен кері қайтар жол жоқ еді.
Өйткені ол Құрайш арасында беделді, сенімді, сертіне берік, баршаға сыйлы болатын. Әзіреті Әбу Бәкір мұсылмандықты қабылдаған ерікті еркектердің символы іспетті. Оның иманға келуі бұл шеңбердің кеңейе түсуіне, ақ жолды таңдаушылардың артуына себеп болды. Тек еріктілер ғана емес, құлдар да иман кәусарынан өз үлестерін ала бастады. Солардың бірі әрі бірегейі басы байлы бұл әзіреті Билал Хабаши. Әрқайсысы әртүрлі топтың өкілдері сынды. Алғашқы мұсылмандар мыналар: әйелдерден Хадиша, балалардан Әли, ерікті ерлерден Әбу Бәкір, құл еркектер арасынан Билал Хабаши, азат болған құлдардан Зайд ибн Хариса. Әзіреті Әбу Бәкір де мұсылман болған соң, исламға, иманға үндеу жұмыстары жасырында болса жылдамдады. Исламның ләззатын татып үлгергендер жақын жуық туған туысқандарымен осынау бақытты бөлісуге асықты. Жақын жора жолдастарын мүшіріктің азабынан, жахилияның жиіркенішті ортасынан құтқаруда аңсады. Бұл мәселеде Әбу Бәкірдің алдыңғы сапта осы атпал азаматтың ықпалымен күннен күнге мұсылмандар қатары толыға түсті. Олардың кейбіреулері Осман ибн Аффан, Зүбәйір ибн Ауам, Абдурахман ибн Ауф, Саад ибн Абу Вақас, Талха ибн Убайдулла, Алла оларға разы болсын, осы бесеуі кейіннен жәннаттан жай алған сахабалар арасында аталады. Тек ерлер ғана емес, мұсылман әйелдер қатары да күн санап көбейе берді. Әзіреті Хадишадан соң іле-шала ислам нұры нәсіп болған қатарында ол кезде әлі иманға келе қоймаған Расуланың көкесі Аббастың әйелі Үммі Фазыл, Әбу Бәкірдің қызы Әсма ибн Омардың қарындасы Фатималар бар. Алла оларға разы болсын. Иман жолына шақыру екі жақта жалғасын тапты. Ерлер ер кісілер арасында, ал әйелдер өз арасында ислам ақиқаттарын түсіндіруге тырысып бағады. Осы жерде әйелдер қауымның иманға жарыса ұмтылғаны байқалады. Бұл жалпы әйел затының сезімге берілгіш, тез иланғыштығынан болса керек. Әрине бір жағынан мүминдер батылданды дегенмен, мүшриктер де қол қусырып қарап қалған жоқ. Тура жолды таңдағандарды қорлап, менсінбей көрінген жерде былапыт сөздермен балағаттады. Бірақ олар қанша қорласа да, әлемді жаратушы күш Аллаға иман келтірген бақытты ғасырлардың бақтиярларына бөгет бола алмады. Керісінше, сонша әрекеттерінің желге ұшып, мұсылмандарға шыбын шаққан құрлы әсер етпегенін көргенде, олар өздерінен өздері онан сайын ызаға булықты.